және қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біздегі бүгінгі тақырып Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат әңгімесімен Сайын Мұратбековтың Жусанисі шығармасы. Олай болса, сабағымызды бастайық. Біздегі бірінші тақырып Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат атты әңгімесі. Бірінші автордың өмірбаянына шағын тоқталып өтейік. Оралхан Бөкей шығыстың тумасы. Алғашқы жинағы Қамшыгер деп аталады. Бұл жинақ тесті келеді, сол себепті жаттап аламыз міндетті түрде. Қамшыгер 1970 жылы жарыққа шыққан екен. Ал енді Оралхан Бөкей жалпы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тәмамдаған. Осыдан кейін бұл кісі жазушылыққа толықтай бет бұрған. Жалпы бұл кісінің бала күнгі арманы жазушы болу, ол туралы Тортай мінер Ақбозат атты әңгімесінен байқаймыз. Енді Оралхан Бөкейдің атын шығарған Үркер, Қайдасын Қасқа құлыны Мұзтау секілді әңгімелер мен шығармалары бар екен. Одан бөлек Оралхан Бөкейдің біздің жақта қыс ұзақ, ұйқым келмейді секілді шығармаларын жаттап алуымыз керек, өйткені бұл ұбт-да сұралады. Соның ішінде біздің жақта қыс ұзақ атты шығармасы Абай атындағы сыйлықты иеленген. 1986 жылы деп жаттаймыз. 84 жылы жарыққа шығады, 86 жылы сыйлыққа ие болған екен. Ал енді бізде бұл кісіні кино режиссер, сценарист ретінде де көруімізге болады. Оған қатысты Кісі киік, Сайтан көпір, Кербұғы секілді шығармалары бар. Мысалы, Кісі киікті Смағұловпен бірігіп жазған, Сайтан көпірді Манабаевпен бірігіп жазды, Кербұғыны Аюхановпен бірігіп жазды. Біз бұны былай жаттап алсақ болады. Кісі киік мінген Смағұловпен, Кербұғы мінген Аюханов, Манабаевтың салған Сайтан көпірінің үстінен өтіп бара жатыр деп. Қайталаймын. Кісі киік мінген Смағұловпен, Кербұғы мінген Аюханов, Манабаевтың мінген Сайтан көпірден өтіп бара жатыр деп үшеуін жаттап алуымыз керек. Ал енді әңгімені бастайық. Тортай мінер Ақбозат шығармасы салық салған ауылының сипатын сипаттаумен басталады. Салық салған құласаң тізең жапырылмайтын, ауырсынбайтын, жері жұмсақ, құдығынан жерден су қазатын болсаң, құдығы көлкілдеп бетінен шыға келетін, сондай тамаша жазы ыстық, қысы жылы жер деп сипаттайды. Осы салық салған өңірінде Тортай мен Ораш есімді екі бала өмір сүреді. Тортай және Ораш. Шығармадағы Ораш деген кейіпкер бұл автордың өзі, яғни прототип ретінде көрініс табады. Шығарманы баяндап отыратын Ораш. Ораш бала күнгі кезіне саяхат жасап, бала күнгі кезіндегі достарын, Тортайды, сол кездегі арманын барлығын есіне алумен бастайды екен. Енді ауыл балаларының ішінде бізден 2-3 жас үлкендігі бар Тортай есімді бала болатын дейді. Ата-анадан жетім қалған, қой аузынан шөп алмас жуас, момын бала болды дейді. Бұның барлық арманы жазушы болу еді дейді. Соған қарай бізге түрлі әңгімелер, ертегілер айтып беріп жүретін дейді. Тіпті Тортайдың жалғыз пір тұтатыны ол кітап еді дейді. Кітапты өте көп оқитын, соның негізінде бізге түрлі оқиғаларды өзінің ойынан шығарып айтып отыратын еді дейді. Барлығымыз Тортайды ерекше жақсы көрдік, өйткені Тортай шынымен де барлық баланың тілін таба алатын жақсы дос бола білді. Енді Тортайдың бір кемшілігі болды дейді, оның құлағының сәл мүкісі бар еді деп тұр. Осы кезде мен Ораш фермердің баласы болдым дейді. Не ішем, не жейм деп ойлаған жоқпын, жағдайым өте жақсы болды. Сол кезде мен үйден кейде білдірмей нан, ірімшік секілді тамақтарды Тортайға алып барып беретінмін дейді. Алайда Тортай бұл нәрсеге қатты намыстанып, керегі жоқ деп мен алып келген тамақтарды жемейтін еді дейді. Бір күні мен Тортайды ауылдан іздеп таба алмадым. Сөйтсем Тортай аталастарының үйінен, ағайындардың үйінен кетіп қалған екен. Сонымен мен Тортайдың қайда екенін білемін, ол ауылдың сыртындағы тас күркеге кетті-ау деген оймен тас күркеге келсем, Тортай тас күркенің ішін тазалап жинап, ішіне түрлі тастардан орынды жасап қойған екен, кітап қоятын орнын жасап қойған екен, пеш жағып қойған екен деп тас күркенің ішін сипаттайды. Сол кезде Тортайды көріп, Тортайдың қасына жетіп барған кезде Тортай неге келдің деп ренжіді деді. Ал осы кезде мен Тортайға нан мен ірімшікті алып келгенімде Тортай керек емес деп тағы да бас тартты дейді. Осы кезде қарап тұрды да үйіңе қайт, ата-анаң іздеп қалар деген ауыр дауыспен айқайлап жіберді дейді. Осы кезде Тортайдың ата-анаң іздеп қалар деген сөзі жүрегіме қатты ауырды дейді. Сонда мен Тортайдың осындай жетім болғандығына, ата-анасының жоқ болғандығына мен кінәлімін ба деген өзімде бір кінәлі сезім пайда болды дейді. Сонда үндемей Тортайдың қасында отыра бердім дейді. Себебі Тортайдың енді аталастарының үйінен кетіп қалғанына көңіл күйінің болмай отырғандығын сезгендіктен сабасына түскенше күтіп отырдым дейді. Сол кезде бұл қолындағы
Тортайдың қолында аласталған алитет деген кітап болады. Аласталған алитет деген. Осы кітапты алып, Тортай іргедегі жерге лақтырып жібереді. Сол кезде Тортайдың енді сәл көңілі орнына түсіп, маған қарап, сен неге келдің деп тағы да жай үнмен сұрады дейді. Сол кезде мен сені уайымдадым, сені уайымдағаннан кейін осында іздеп келдім, және сенің ауылдан кетіп қалғаныңды естідім дейді. Сонда Тортай қарап тұрды да: Ораш, тоқ бала аш баламен ойнамайды, ораза намаз тек тоқтықта ғана деген екі ауыз сөзбен ғана әңгімесін қысқа қайырды дейді. Енді осы жердегі тоқ бала аш баламен ойнамайды, ораза намаз тоқтықта деген екі мақалды міндетті түрде жаттап аламыз, бұл тестте келеді. Барынша Тортайдың ойын, назарын басқа жаққа аударуға тырысып, әңгіменің әртүрлі басын шығарып, әртүрлі әңгіме айтып, Тортайды ақырында көндірдім дейді. Осы кезде Тортай отырып бір түс көргендігін айтады. Түсінде Тортайдың жалпы көк өгізі болады. Сол көк өгізін мініп алып, қалықтап кетіп бара жатқандығын, және ол көк өгіз ақ боз атқа айналып кеткендігін айтады. Сол кезде Тортай сол бір түсін ерекше бір сезіммен, қиялмен айтып отырады. Сонда Ораш тұрады: Тортай, мүмкін сен сол түсіңдегі ақ боз атқа мінетін шығарсың деген кезде Тортай: қайдағы ақ боз ат? Әкем мінбеген ақ боз атқа мен міне алмаймын, ол мүмкін емес деп артқа тартты дейді. Сол кезде: жоқ, Тортай, сен міндетті түрде арманыңа жетесің. Қалаған ақ боз атыңа мінесің, Алматыға барып жазушы да болатын шығарсың деп айттым дейді. Тортай: қайдам деп күмәнмен қарады дейді. Осы кезде жазғы демалыс басталды. Жазғы демалыстан кейін мен қалаға кеттім. Қалаға барып үлкен оқу орнына түстім. Сонда білім алып, өзімнің түрлі таланттармен жұмыс жасадым дейді. Осылай мен ауылға барудан қалдым. Өйткені біздің ауыл Салықсалған ауылы Моңғолияға шекаралас еді дейді. Яғни Алматыдан Салықсалғанға бару өте ұзақ уақыт алатын еді. Сол себепті Ораш ауылына көп емес, арасында ғана, ара-тұра ғана барады екен. Арасында Тортай туралы естіп тұратын едім дейді. Тортай бір қызды ұнатып қалып, сол қыздың үйіне құда түсіп барса, әкесі Тортайдан тегің кім, атанаң кім деп сұраған кезде Тортай дұрыс естімей қалып, мал бағып келе жатырмын деп жауап береді. Сонда қыздың әкесі: мен сендей адамға, құлағының мүкісі бар адамға қызымды бермеймін деп қызын бермей қойған екен. Одан кейін Тортай тағы да бір қызды ұнатып, сонымен үйленіп, балалы шағалы болғанын естідім дейді. Енді міне осы жазда ауылға барғалы жатырмын деп Ораш ауылға келеді. Ораш ауылға келді деген хабарды естіген Тортай қойнына бір кітабын қыстырыпОраштың үйіне келеді. Сонда Тортайдың алдынанОраштың анасы күтіп алып, оның төрге шығуын өтінеді. Алайда Тортай: жоқ, бізге қайдағы төр, осы табалдырықта жарайды, мен жай ғанаОраштың қаладан келгендігін естіген едім, мына кітапқа қол қойдырып алсам деген оймен келдім деп кітабын көрсетеді. Бұның барлығын Ораш көріп жатыр, естіп жатыр, алайда Ораш Тортайдың алдына шығуға ұялды. Неге? Өйткені Ораш былай деп айтады: Тортай менен ақ боз ат, менің тақымымды кеткенде еді, иесіне қайтаруға кеш еді деп жауап береді. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, Тортайдың арманы Алматыға бару болды, жазушы болғысы келді, алайда бұл арманға Тортай емес, Ораш жетті. Сонда Ораш Тортайдың армандарын бір ұрлап алған сияқты өзін кінәлі сезінеді де, шығарма осылай аяқталады екен. Енді бізде әңгіменің композициясына келетін болсақ, шығармамыздың басталуы Салықсалған ауылының көрінісімен, сипатымен басталады. Шығарманың байланысы Тортай мен Ораштың арасындағы достық, шығарманың шиеленісі Тортайдың үйінен кетіп, тас күркеде паналауы, шығарманың шарықтау шегі Тортайдың көрген түсінде ақ боз атты көрді. Шығармамыздың шешімі: Тортай менен ақ боз ат, менің тақымымда кеткенде еді деп аяқталады екен. Енді бұл шығарма бойынша тестте келетін нәрсе: ауылдың аты Салықсалған міндетті түрде келеді, Тортайдың аударып көріп лақтырып жіберген кітабы келеді, одан кейін жаңағы айтқан ораза намаз тоқтықта, тоқ бала аш баламен ойнамайды деген мақал келеді. Мақалды жаттап аламыз, одан кейін композициясын жаттап аламыз. Сосын Тортайдың арманын жаттап аламыз. Тортайдың арманы ол жазушы болу, жазушы болу. Тортай мен ақ боз ат әңгімесі осымен тәмам. Айтылған ақпараттарды міндетті түрде жаттап аламыз. Келесі біз екінші әңгімеге
өтейік. Біздегі екінші шығармамыз Сайын Мұратбековтың Жусан иесі әңгімесі. Бұл да дәл Тортай мен Рахбазат шығармасына ұқсайды. Жетім баланың ауыр тағдыры суреттеледі. Бірінші автордың өмір баянына шағын тоқталып өтсек, Сайын Мұратбеков 1936 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Менің қарындасым деген алғашқы жинақ арқылы әдебиетке енген. Автордың жалпы Жабай алма секілді шығармалары арқылы ауылға кітап акциясына ілініп, автордың аты кеңінен танылған екен. Ал енді бізде Жусан иесі әңгімесін бастайық. Шығарманың басы дәл жаңағындай Тортай мен Рахбазат секілді шығармада Сайын Мұратбеков прототип болады. Мұратбеков. Прототип дегеніміз осы кісі өзінің өмірін баяндап отырады, алайда өзінің атымен емес, жанама екінші есіммен баяндайды. Алайда бұл жерде Сайын Мұратбековтың аты айтылмайды, тек қана бұл баяндаушы прототип ретінде ғана көрініс табады екен. Қайран балалық шағым-ай дейді. Сол кезде тобығын тайдырып алып, ей тоқтаңдаршы, мен сендерге кешегіден де қызық ертегі, кешегіден де қызық әңгіме айтып беремін деген бала қазір қайда жүр екен деп бастайды. 1942 жылдың көктемі еді. Сол кезде біздің ауылға әжесімен бір бала көшіп келді дейді. Олардың жалғыз қоңыр бұзаулы сиыры болатын. Ол баланың әкесі соғыста, анасы осыдан 2 ай бұрын ғана қайтыс болған екен дейді. Сонымен күн көре алмай, әжесінің осы тумаластары ешкі өлмес жерінде тұратын еді, осында көшіп келді деп айтады. Сонда бұл жерден шығарманың басы ешкі өлместе басталғандығын байқаймыз. Ешкі өлмес жер су атауы. Барлығымыз ойнап жүгіріп жүрген кезде Садық тоқтап тұрып, тоқтаңдар, мына жерде бір бала тұр ғой деп барлығымыздың назарымызды тартты дейді. Қарасақ, шынымен де бұрын соңды ауылдан көрмеген, сырт келбеті басқа балаларға ұқсай қоймайтын кішкентай бір бала тұрды дейді. Ол баланың сырт келбеті деп отырғаны баланың шашында кекілі бар еді дейді. Ал кекіл ол кезде біздің ауылда ешқандай балада болған жоқ. Біз оны қызықтап баланың қасына жүгіріп барып есімін сұрадық дейді. Сонда ол бала сәл бізге жатыңқырап қарап, Аян деген сыбдырлаған үнмен ғана есімін айтты дейді. Сонда біз барлығымыз Аянды қоршалай тұрып алып, Аян, Аян, Аян деп қайта-қайта айқайладық дейді. Осыдан кейін Аянмен танысып, Аянды өзіміздің ортамызға қосып, барынша қасымызда алып жүруге тырыстық дейді. Сол кезде Аян жайлап бізге өзінің ертегілерін, әңгімелерін айтып беруші еді дейді. Енді Аянның осы кезде тек қана әжесі болғандығын жаттап алайық, өйткені бұл жерде сәл шатастыратын нәрсе бар да. Шығарманың басында Аян жетім болды ма, жоқ оның әжесі болды ма деген сұрақ бар сәйкестендіруде. Басында әжесі болады. Енді осы кезде ауыл балаларымен ойнап жүрген кезде бұл малды өріске қайырып жүрген кезде өгізден құлап тобығын тайдырып алады. Тобығын тайдырып алғаннан кейін ауылдағы сынықшы Асылбек деген кісіге барып, тобығын салдырған кезде тобығы дұрыс салынбай, Асылбек сынықшы тобығын қайта сындырып, оны айқайлатып тұрып, Аянның жан даусын шығарып салып береді. Алайда бұл тобық орнына қайта келмейді. Сәл жүгірсе, немесе сәл секірсе, тобығы қайта-қайта шығып кете беретін болды. Алайда бұған қарамастан Аян ауыл балаларынан қалмай ойнап жүрді, солардың қасында жүгіріп жүрді. Тобығы сәл шығып кетсе, қайтадан сол сынақшыға баратын еді. Енді осы кезде Аянның үлкен бір арманы майдан даласында жүрген көкесіне хат жазғысы келді. Сол үшін әріп тануды бұл армандайды. Дәл Аянның арманына дөп түскендей ауылда Иманжанов деген қария кісі болды. Осы кісі ауыл балаларын жинап алып, балаларға әріп танытып бастайды. Алайда Иманжанов қария кісі болғаннан кейін сабақта өте жай, бір тонмен өтетіндіктен Аянға ол қызықсыз болды. Неге тезірек барлық әріптерді үйретпейді екен, неге тезірек барлығын бірте-бірте айтып жататқызбайды екен деген секілді Аянның ойы болды. Аян ғана балалардың ішінде зерек болды, алғыр болды, ал қалған балалар ондай бір қатты білімге жоқ еді. Шынымен де Аян барлық балалардан бірінші әріпті үйреніп, хатты үйреніп, көкесіне хат жазып бастап жүргенде, Аянның хат танығанын күткенде Иманжанов ауырып қалды деп айтады. Иманжанов ол ауылдағы мұғалім, паралич деген аурумен ауырып қалады. Паралич ауруын жаттап аламыз, бұл тестте келеді. Енді Аян осы кезде майдандағы көкесіне хат жазып бастағанда барлығымыз Аянның хатына қызығып, маған да жазып берші деп барлығымыз Аянның алдына кезекке тұрып хат жазғысы болатынбыз дейді. Сонда бір күнде ауылдан бірнеше хат майдан даласына кететін, алайда хаттағы мәтін бірдей, тек қана адамның аты әртүрлі. Мысалы, Аян көкесіне жазса, Садық әкесіне жазса деген секілді ғой. Осы кезде
Осы кезде хатты Мадина даласына жіберіп жүрген кезде Аянның ауылда әжесі қайтыс болған екен деген хабар жетеді. Бұл хабарды Есікбай, Садық, Қосым естіп келеді. Бұл жердегі Садық, Есікбай, Қосым дегендеріміз ауыл балалары. Енді мына жердегі Қосым дегеніміз сәл жылауықтау бала болады. Бұған тиіп кетсең айқайлап шыңғырып жылап шығады. Одан бөлек қасына жақындап қалсаң адамды қорғану үшін тырнап бастайды. Сондықтан да ауылда бұны тырнауық Қосым деп атап кеткен. Бұл сәйкестендіруде міндетті түрде келеді. Тырнауық Қосымды жаттап аламыз, иә? Тек қана Қосымға Есікбай ғана тіке сөйлей алатын еді. Қосым Есікбайдан ғана қорқатын еді. Ал енді осы кезде Аянның әжесінің қайтыс болғандығын естіген кезде барлығымыз Аянның жанына жүгіріп барсақ, Аян үйдің шетінде бір тесікке қадалған күйінде қалған екен дейді. Оның көзінен тіпті бір тамшы жас та шыққан жоқ. Ал ауыл тұрғындары Аянның әжесін жерлегелі жатқан екен дейді. Сонда Аян біздің келгенімізді көріп, мен сендерге ертегі айтып берейін ба дейді. Ал біз жай ғана Аянның түріне қарап, не я дерімізді, не жоқ дерімізді білмей, тек қана басымызды изеген едік дейді. Сонда Аян бізді бір қораның төбесіне алып барып, сәл күрсініп қойды да, баяғыда бір жетім бала болыпты деп әңгімесін бастап, ақыр соңы күлкіге ұласты дейді. Сонда біз Аянның әжесінің тіпті қайтыс болғанын да ұмытып кеткен екенбіз. Аянның әңгімесінен кейін барлығымыз күлкіге қарық болып таңда атырдық дейді. Келесі күні Аян әжесінің бейітінің басына барып бір уыс топырағын алып, жаның жәннатта болсын әже деп топырақты шашты дейді. Осы кезден бастап Аян әжесінің тумалас туысы Бапай шалдың үйіне көшіп барады. Алайда Аянның Бапай шалдың үйіндегі тұрмысы жағдайы өте нашар болады, өйткені Бапай шал және оның әйелі Аянға жетім бала ретінде өте нашар қарайды. Тіпті бір күні біз ауыл балалары Аянның үйіне жүгіріп барған кезде Бапай шалдың әйелі «Ей, сендер не істеп жүрсіңдер? Біздің үйдің жанына жақындамаңдар, ары кетіңдер» деп барлығымызды қуып шықты дейді. Сонда Аян барлығымызды ертіп, бір қораның төбесіне алып барып, сол жерде әңгіме айтуды әдетке айналдырдық дейді. Біз күнде Аянның әңгімесін, ертегісін тыңдау үшін сол жерге жиналатын едік дейді. Енді бір күні ауылдағы балалар шылымның қағазын орап алып келіп, шылым шегіп бастады дейді. Сонда әңгіме айтып отырған кезде бір бала шылымды қамыстың үстіне лақтырады. Сол кезде қораның төбесінде қамыс өртеніп кетеді. Ауыл балалары үлкен өртті көріп қорқып, қораның төбесінен барлығы секіріп қашқан кезде Аян секіргелі жатқан кезде тобықты тайып кетеді. Тобығы тайғаннан кейін сол жері тұра алмай құлап қалғаннан кейін ауылдан Тұржан есімді қатал, соғысқа барып оң қолынан айырылып келген адам келіп, Аянды өте қатты соққыға жығады. Сонда Тұржанның аяғында герзви етік болады. Ол етікпен Аянды ұрған кезде Аянның денесінің барлық көгеріп қалады. Сонда Тұржан Аянды не үшін ұрды дейтін болсаңдар, Тұржан соғысқа барып, қан көріп, қаным бұзылып келді деп айтады. Өте қатал, қатыгез ауылдың бригадирі. Және де бұл жерде Тұржан Аянды қораны өртедің деген себеппен ұратын еді. Дәл осы себеп тестте келеді. Сол кезде ауылдың тұрғындары Тұржанға келіп, жетім баланың қарғысы сені қоймайды, бұл ісің үшін әлі жауап беретін боласың деп Тұржанды қайта-қайта қарғап, ауыл адамдары Тұржанды шеттетіп бастайды. Келесі күні мен ұйқымнан тұрсам, дейді Сайын Мұратбеков, автор айтып тұр. Ұйқысынан тұрса, анасы от жағып, оттың үстіне сүт пісіріп қойған екен. Анам маған қарап тұрды да, сүтіңді ішіп ал, Аянның жағдайын сұрап кел деп ауыр сөйледі дейді. Сонда анамның осы сөзінен маған ренжіп тұрғанын байқадым дейді. Өйткені кеше ауыл балаларының барлығы қашып кеткенде Аянды тастап кеткеніміз үшін шынымен де анамның ренжитіндей орны бар еді дейді. Сүтімді ішіп алғаннан кейін Аянның үйіне барсам, Аян орнынан тұра алмастай пештің түбіне жатыр екен дейді. Сонда Аянның астында және үстінде жыртық көрпе мен көрпеше болды дейді. Бұл арқылы біз Аянның өте нашар жағдайда өмір сүргендігін байқай аламыз, иә. Осы кезде Аян досының келгендігін көріп, ілулі тұрған пальтоны алып берші деп айтады. Ол пальто Аянның көкесінің пальтосы болатын. Енді бұл пальтоны неге сұрайды дейтін болсаңыздар, пальтодан жусанның иісі шығады. Естеріңізде болса, Аян ауыл балаларын қораның төбесіне жинап әңгіме айтқан кезде пальтодан көкесінің иісі шығатындығын, көкесінен жусанның иісі шығатындығын, әжесінің айтуы бойынша Аянның көкесін жусанды төбенің басында тапқандығын айтады. Демек,
бұл пальтоны иіскеу арқылы Аян көкесіне деген сағынышты жеткізеді. Сонда Аян жылап тұрып, осыдан көкем соғыстан оралсын, Тұржанның сазайын тартқызады деп сенімді түрде айтады. Алайда Аянның бұл сенімі бұл үміт ақталмайды. Неге? Өйткені Аян жазылып, қатарға қосылып, далада жаз кезінде ойнап жүгіріп жүрген кезде ауылға қаралы қағаз келеді. Бірақ бұл қаралы қағаз бұрынғыдай ешкімнің үйінен жоқтау, болмаса бір үлкен зардың дауысын шығарған жоқ. Бұл жерде қаралы қағаз жүгіріп жүрген ойын баласы Аянға келген еді деп айтады. Аян хатты алып оқыды, бірнеше мәрте оқыды, ежектеп оқыды дейді. Сол кезде көкесінің қайтыс болғандығын көреді. Сонда қарап тұрсаңыздар, әжесі де қайтыс болды. Соғыстан күтіп жүрген көкесі, яғни әкесі, көкесі де қайтыс болады. Сонымен Аян тұл жетімге айналады. Аянның осылай жетім қалғандығынан кейін Бапай шалдың үйінде бір арба тұрды дейді. Бұл арба қандай арба деп барлық балалар жүгіріп барсақ, Аян балалар үйіне кетіп бара жатыр екен дейді. Сонда Аянды Бапай мен Бапайдың әйелі шығарып салып тұрады. Сол кезде естеріңізде болса, шығарманың басында Аян ауылға бір бұзаулы өгізбен келді ғой. Сол кезде Аянға Бапай шал, сен ешқандай уайымдама, сенің бұзауыңды артыңнан міндетті түрде алып барамыз, немесе сатып ақшасын салып жібереміз деп айтады. Бұл арқылы Бапай шал мен оның әйелінің қаншалықты ашкөз екендігін байқауымызға болады. Алайда кішкентай баланың ойында бұзау да, сиыр да жоқ еді дейді. Оның ойында тек қана балалық шағы, көкесі, әжесі және біз достар едік деп айтады. Сонда ауылдағы Сотқар, Садық, Есікбай қосындар Аянды станцияға дейін шығарып салып, қайта келгенде бұрынғыдай ойнағысы келген жоқ дейді. Себебі Аянның кеткеніне барлығымыз да іштей қынжылдық дейді. Аянның сол кезде қайта келмейтіндігін білдік. Сол кездегі, бала кездегі Аян қазір қайда екен деп шығарма жалпы осылай аяқталады. Шығармадағы басты кейіпкерлермен таныстық деген ойдамын. Басты кейіпкер ол Аян, жетім бала. Оның тағдыры өте ауыр болады. Басында әжесі болғанымен ол кісі де қайтыс болып кетті деп айттық. Бұл өте ақылды, тапқыр, зерек, мейірімді, өз ойынан ертегі әңгіме шығара алатын адамның бірі болады. Және де бұның басқа балалардан ерекшелігі шашында кекілі болды. Садық, Есікбай қосымдарды білеміз. Бұлар ауылдағы атамандар. Бапай шалды айттық. Тұржан ол ауылдағы бригадир, өте қатал кісі. Иманжанов сал ауруына ұшыраған ауылдың мұғалімі. Сайын Мұратбеков Аянның ең жақын досы ретінде суреттеледі екен. Шығарма жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Айтылған ақпараттарды бір қайталап алайық, өйткені бұл тестте өте көп келеді. Байқасақ, екі шығарманың жанры, екі шығармадағы оқиғалар бір-біріне қатты ұқсайды. Екі шығармада да жетім балалардың ауыр тағдыры, ауыл балаларының өмірі және соғыс кезіндегі оқиғалар суреттеледі. Сабақты соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.